Осы видеороликте біз екі жақты массивтер мен матрицаларды қарастырамыз. Ол үшін C және A функциясын мәндерін енгіземіз. Жұмыс істейтін алгоритм MATLAB оқулығында көрсетілген. P функциясында c-ні мен b-ні көбейткенде бізде variable b, яғни b мәні енгізілмеген екенін көрсетеді. Біз b мәнін енгізіп, оны көбейттік. Қосымша t функциясын шақыртамыз. b-ні 5-ке көбейтіп, біз мәнді шығардық. Келесі алгоритм MATLAB оқулығында көрсетілген. Мұндағы b және c функциясына мәндер енгізілді. A және B және C-ні көбейткенде MATLAB бағдарламасы ANS жауап ретінде 225-ті берді. Енді x-те a мен b-ні бөлеміз.